Өмір бір шежіре. Әр адамның ғұмыры тарих беттеріне жазылған қымбат естелік. Сол асыл шежіренің алтын парақтары біздің ардақты әке-анамыздан бастау алады. Ахметов Жексенбай Ахметұлы 1917 жылы 10 сәуірде Алматы облысы Ақкөл ауданында дүниеге келіп, 1977 жылы 10 қазанда өмірден озды. Руы Ысты. Сұрапыл соғыстың отты жылдарында ерлік пен батырлықтың үлгісін көрсетіп, туған жерінің амандығы үшін кеудесін оққа төсеген жауынгер еді. Соғыстан кейінгі жылдары туған еліне оралып, білім беру саласында абыройлы қызмет атқарды. Ұлағатты ұстаз ретінде Бақанас ауылында мектеп директоры болып істеп, география және тарих пәндерінен сабақ берді. Ол шәкірттеріне тек білім ғана емес, өмірлік өнеге, ел мен жерге деген сүйіспеншілікті үйрете білді. Елубаева Шахарман 1938 жылы 27 шілдеде Балқаш ауданы Бақанас ауылында дүниеге келіп, 2000 жылы 3 желтоқсанда өмірден озды. Руы Жалайыр. Мейірімі мен жылулығы мол, бала-шағасына, ағайын туысына жанашыр, пейілі кең, жүрегі мейірімге толы жан еді. Ана ретінде ұл-қыздарының жүрегіне ізгілік пен адамгершіліктің дәнін септі. Оның жылы сөзі мен қамқор көңілі әлі күнге дейін еске алғанда жүректі елжіретеді. Ахметов Сейдалим Жексенбайұлы 1959 жылы 2 ақпанда Алматы облысы Ақкөл ауданында дүниеге келген. Жарық жүзді, бауырмал да адал азамат болатын. Жақындарына сүйеніш, туысқа тірек, досқа адал болған Сейдалим ағамыздың өмірі өнеге мен ізгіліктің көрінісі іспетті. Ол әрқашан сөзге берік, мінезге сабырлы, елдің қадірлі ұлы еді. Жарқын бейнесі, кең пейілі, адалдығы ұрпақ жүрегінде мәңгі сақталады. Ахметова Гүлнар Жексенбайқызы 1961 жылы 31 қазанда Алматы облысы Ақкөл ауданында дүниеге келіп, 2000 жылы 25 мамырда өмірден өтті. Нәзік жанды, мейірімді әпке, бауырларына қорған, айналасына нұр сепкен жан еді. Әрбір сөзі жылулыққа толы, әрбір ісі ізгілікке бағытталған болатын. Гүлнар әпкенің жарқын күлкісі мен жүрек жылуы артында қалғандарға мәңгілік естелік болып қалады. Ахметов Ғалымжан Жексенбайұлы 1965 жылы 18 шілдеде Алматы облысы Ақкөл ауданында дүниеге келіп, 2000 жылы 26 шілдеде өмірден өтті. Ғалымжан ақ көңіл, еңбекқор, жаны таза азамат болды. Ол өмірді сүйді, адамдармен сыйластықта болуды парыз санады. Жақсылығымен, шынайылығымен көптің жүрегінде орын тапқан ардақты аға еді. Уақыт оның жүзін ұмыттырғанымен жүректердегі естелігі ешқашан өшпек емес. Ахметов Қартай 1975 жылы 4 тамызда Алматы қаласы Өжет шағын ауданында дүниеге келіп, 1997 жылы 7 ақпанда өмірден өтті. Жас болса да өмірге құштар, көңілі пәк, арманы асқақ еді. Іні ретінде әрдайым бауырларына еркелей жүріп, бәрінің сүйіспеншілігіне бөленді. Ерте кеткенімен оның бейнесі, бала мінезі, пәк күлкісі жадымызда мәңгі сақталып қалады. Ахметова Ботагөз 1977 жылы 11 желтоқсанда Алматы қаласы Өжетте дүниеге келіп, 1978 жылы сәби шағында өмірден озды. Ботагөз өмір есігін ашып үлгермей, пәк қалпында о дүниеге аттанған періште. Ол бауырларының жүрегінде мәңгілік сағыныш, мәңгілік мейірім болып қалады. Уақыт шіркін, зымырап өтсе де, олардың рухы мен естелігі жүректерден кетпейді. Өткен өмір бүгінгі ұрпаққа аманат. Артында қалған ұрпағы мен ағайындары бұл асыл жандардың өмір жолын мақтан тұтады, еске алады.
олардың өнегесі ізгілікке, сабыр мен мейірімге жетелейтін шамшырақ іспетті. Адам өлмейді, артында қалған ізімен, жақсы атымен, ұрпағымен, сөзімен. Анамды жылатпағаның үшін, рухымды құлатпағаның үшін, рахмет әке. Балам деп өбектегенің үшін, жамандық үйретпегенің үшін, рахмет әке. Қорғансыз тастамағаның үшін, ниетті ластамағаның үшін, рахмет әке. Ең жақсы адам болғаның үшін, адамнан адал болғаның үшін, рахмет әке. Әкең деп айтатын анам, әкем деп айтатын адам, барға да шүкір. Әкемнің раббысы болған, әлемнің раббысы болған, Аллаға шүкір. Жап-жарық жұмақ болғаның үшін, уақытша сынақ болғаның үшін, рахмет өмір. Тағдырды таңдамайтының үшін, адамды алдамайтының үшін, рахмет